Барлығыңызға сәлем, менің есімім Өрсін болады, жасым 22-де. Егер де менен бұл өмірде жеткен қандай жетістігің бар деп біреу сұраса, мен айтар едім. Мен наноспутникті құрастырып стратосфераға жібергенмін. Айтса адам сенгісіз, бірақ бұл рас. Мен наноспутникті жинап, оны стратосфераға жіберген топтың мүшесімін. Олай болса, алдымен видеоға назар аударайық. Проектті жұмыс жасап, осы наноспутникті жасап шығару өзге мамандықтағы мектеп жасында қыздарға ғана емес, тіпті осы бағытта жұмыс жасап жатқан, оқып жатқан менің өзіме де үлкен тәжірибе болды. Мен өзімнің болашақ өмірім үшін керекті көптеген мәліметтер ала білдім деп ойлаймын. Енді барлығын рет-ретмен айтып берсем. Мен өзім осы жылы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің радиотехника, электроника және телекоммуникациялар мамандығының магистры атандым. Осыдан 2 жыл бұрын дәл сол университетте бакалавриатты аяқтаған едім. Бұл мамандыққа келуім, дәл осы мамандықты таңдауым, әрине бала кездегі математикаға, одан бері келе физика, технологияларға деген қызығушылығым болар. Бастапқыда үйдегілер, мүмкін дәрігер боларсың, болмаса тележүргізуші. Тым болмай жатса, сол физикаңнан мұғалім болсаңшы дейтін. Шыны керек, үйдің үлкендері әлі күнге дейін менің таңдаған мамандығыммен кім болып, қай жақта және қандай қызмет атқаратынды білмейтін секілді. Бірақ олар ешқашан маған қарсы болған емес, әрдайым қолдау көрсететін. Менің айтайын дегенім, осындай мамандық, яғни технология, техника ол адамзаттың болашағы. Мен сол болашақтың бір бөлігі болып қана қоймай, оны қалыптастыруға өз үлесімді қосқым келді. Болашақтың тілін меңгергім келді. Сөйтіп осы мамандықты таңдадым. Бізде қазіргі таңда стереотип бар. Техника, нақты ғылымдар тек ұлдарға ғана арналған деген. Бірақ бұл тек стереотип. Өкініштісі әрине, осыған қыздардың өздері де сенеді. Сеніп, армандарынан ерте бас тартып жатады. Менің ойымша ол дұрыс емес. Мен әрине қыздарға барлығын тастаңыздарда ғалым болып кетіңіздер демеймін. Бірақ қазіргідей дамыған заманда үйде отырып қалу дұрыс емес деп ойлаймын. Айналамызда не? Толған мүмкіндіктер. Осыншама мүмкіндіктің арасында жүріп, оны пайдалана білу керек деп ойлаймын. Әр адам, икемің бар ма? Сенің осыған деген қандай да бір қызығушылығың бар ма? Сен оны дамыта білуің керек. Сен осы бағытта дамый білу керексің. Мен үшін осындай толған мүмкіндіктердің бірі ол ЮНИСАТ жобасы болды. 2020 жыл 4-ші курста оқып жүрген кезім. Оқытушымнан осы ЮНИСАТ жобасы жайында білдім. Жобаға сәйкес үміткерлердің арасынан 20 қыз іріктеліп, наноспутникті жинап, оны стратосфераға ұшырмақшы екен. Өтініш қалдырдым. Сөйтіп, іріктелген 20 қыздың қатарына қосылдым. Ең қызығы, жоба ұйымдастырушылардың мақсаты әр түрлі салада жұмыс жасайтын қыздарды жинап, қолдарынан осындай қиын аппаратты жасау келетінін дәлелдеу едім. Сонымен біздің топта 10-шы сынып оқушысынан 30-40 жастағы әр түрлі салада жұмыс жасайтын әпкелерімізге дейін болды. Бірақ осы бір айырмашылыққа қарамастан, барлығымыз бір мақсатпен жиналған едік ол жақта. Барлығымызды жинаған ол технологияға, аспан әлеміне деген біздің қызығушылығымыз болатын. Сондықтан бірден тіл табысып кеттік. Жоба басталғаннан кейін, барлығымыз танысып болғаннан кейін сабағымызға кірістік. Сабақ наноспутник дегеніміз не? Оның қандай стандарттары бар? Біз қолданатын CubeSat стандарты қандай? Наноспутниктің қандай түрлері бар? Және де наноспутникті толық құрастыруға қанша уақыт кетеді? Әр кезеңі қанша уақыт алады? Жалпы қанша күш пен қаражат жұмсалады деген маңызды сұрақтарды жоспарлаумен басталды. Кейін маған ең ұнайтын осы жобаның бір бөлігі бұл STEM-нің барлық бағытын қамтитын. Яғни сен тек жоспарлап қана қоймайсың, оны өзің құрап шығасың.
электроника бөлігі, пайдалы жүктемені анықтау, оған керек датчиктерді табу, датчиктердің жұмыс принципімен танысу, кейін осының барлығын жинақтау, дайын нанаспутнигімізді программалау, оның 3D моделін жасау және әртүрлі жағдайларда тестілеу. Бұның барлығы жобада қарастырылған еді. Әрине, 2020 жылы естеріңізде болса, карантин уақыты болатын. Бізде де сәл қиыншылықтар болды. Карантин уақыты болғандықтан және оның үстіне қыздар әртүрлі саладан жиналғандықтан бізде біраз бірден берілген ақпаратты игеріп кету қиындық туғызды. Сонымен бастапқыда 4 айға жоспарланған жобамыз 7 айда аяқталды. Бірақ бастысы, біз нанаспутникті жинап, оны стратосфераға ұшыра білдік. Бұнымен айтайын дегенім не? Қазіргі кезде осынша толған мүмкіндіктер бар, соның барлығын пайдалана білу керек, пайдаланып қалу керек. Мен, мысалы, сол кездегі 20 қыз осы бір мүмкіндікті пайдаланудың арқасында қаншама жетістіктерге, қаншама жаңа мүмкіндіктерге ие болдық. Тіпті қазіргі кезде сіздердің алдыларыңызда тұрғанымның өзі сол мүмкіндіктің арқасы. Мен өзім сол жоба барысында магистратураға түсемін деген шешім қабылдадым. Сөйтіп, жоба жетекшілерімнің, яғни жобадағы менторларымыздың бірін жетекші ретінде алдым да, диссертациялық нанаспутниктің терминалды түйін контроллер тақырыбында диссертациялық жұмысымды жазып шықтым. Өзге де қыздарға бұл жобаның әкелгені көп болды. Бірі өзі үшін жаңа мамандықтарды ашты, енді бірі болашаққа деген бағытын айқындады. Бұдан бөлек біздер өзімізге керек жаңа достар, әрдайым көмектесуге дайын жетекшілер, сонымен қоса мотивацияға толы орта таптық. Шыны керек. Сіздерге де айтарым сол. Икемдеріңіз бар ма, қызығушылығыңыз бар ма? Қараңыздар, желіде мүмкіндіктер көп. Ол мүмкіндіктерді пайдалана білу керек. Және қыздардың қолынан келмейтіні жоқ. Сіздер біздің еліміз көп ел ойлайтындай, қыздардың мамандығы дәрігер, тележүргізуші болмаса пән мұғалімдермен шектелмейді. Рахмет.